Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің замиокулькас, яғни долларовое дерево гүліммен көрсетемін, бөлісемін. Бұл гүл менде түк көбеймей жатыр. Осылай бір стрелка шығарса, міндетті түрде жанындағы стрелкасы сарғайып, сабағы солып кетеді. Қазір де солай болып тұр. Сол үшін қазір бұны қырқып алып тастаймын, өйткені бұл жарамайды. Қырқып алып тастамасақ болмайды. Бұл гүл 3 жылдай болды. Осылай бір немесе 2 стрелка шығарады. Бірақ қасындағы міндетті түрде жаңа сабағының біреуі солып сарғайып кетеді. Сол үшін біраз видеолар көрдім, біраз мәліметтер іздедім. Ең бірінші ыдысы кішкентай, неғұрлым ыдысы тар болса жақсы өседі деп көргеннен кейін осы ыдысқа отырғызып көремін. Міндетті түрде уже 3 жылдан асты. Осылай стрелка шығарады, бірақ түбіндегі сабақтары осылай сарғайып солып қалады. Мүмкін тамырында бірдеңе болып жатыр ма, картошкасында болып жатыр ма, соны ашып көреміз. И осы ыдысқа, тар ыдысқа отырғызамыз. Қазір ең бірінші сыртынан осылай босатып аламыз. Тамырына, картошкасына зиян келтірмес үшін. Так, бұл жерде мен жаңадан стрелка шығарып келе жатқан сабағының басын сындырып алдым. Ештеңе етпес. Так, осылай босатып аламыз. Бұл гүлде тамыр болады және картошка болады. Осындай тар ыдысқа, бұнына ыдысынан қарағанда кішірек ыдыс. Енді тамыры мен картошкасын көреміз. Картошкасы мен тамыры бүтін, арасында енді кішкене шіріген тамырлары бар. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай тамырының да, картошкасының да жағдайы жаман емес. Мінекей, бұл гүлді мен сентябрь айының басында топырағын ауыстырып отырғызған болатынмын. Мінекей, ол кезде үлкен бір картошка еді. Қасына жан-жағына тағы да картошкалар шығарыпты. Мінекей. Мынау үлкен картошкасының басы кішкене шіріген. Сентябрьде мен ауыстырған уақытта. Қазір шіріген жерін алып тастап мен қайтадан отырғызған болатынмын. Қазіргі тамырының жағдайы өте жақсы. Өзінен шыққан керамзитті қайтадан астына салып жіберіп, басқа топыраққа отырғызамын. Бұл топырақ мен гүлімді отырғызайын деп жатырған топырақ. Мен өзім дайындадым, арнайы қоспаларын қосып. Ол топырақты менің алдыңғы видеоларымнан көрсеңіз болады. Менің бөлме гүлдеріне арналған топырақтар деген видеом бар арнайы. Сол видеодан көрсеңіздер болады. Мінекей осы горшокқа, ыдысқа отырғызамыз. Өйткені тамыры, мінекей, тамыры да, картошкасының да жан-жағында өсетін орны бар, бос орын бар. Картошкасына да, тамырына да жеткілікті деп ойлаймын. Осылай отырғызып, тағы бақылап көреміз. Арасында шіріген, солып қалған тамырларын осылай алып тастап, мінекей көргендеріңіздей тамырының жағдайы, картошкасының жағдайы жақсы. Бұл гүл тіке күн көзін ұнатпайды екен, және көп су ішпейді. Себебі бұл гүлде картошка бар. Мен алғашқы жылдары гүл өсіріп, гүлге қызығып бастағанда бұл гүлге, негізі бұл гүл 6-7 сабақ болып келген маған. Содан мен оны үйге алып кеп, көбірек су қойып, кішкене тамырын, картошкасын шіртіп алғанмын. Кейіннен оны 2-ге бөліп тастадым. Осы бір бөлігі менде қалған. Бірақ соның өзінде көп су құймасам да
көбеймей жатыр. Сол үшін ыдысын ауыстырып көрейін деп шештім. Осылай кішкентай ыдысқа отырғызамыз. Сосын бұл гүлге беретін арнайы удобрение бар. Және өзіміз дүкендерден алмай-ақ қолдан үйден жасайтын удобрениелер де бар. Ол жөнінде мен келесі арнайы бір видео қылып шығарамын. Бірақ мен дүкендердің удобрениесін бұл гүлге берген емеспін. Сол үшін дүкеннен де алып беріп көргім келіп тұр. Алдағы видеода міндетті түрде шығарамын. Және осы гүліммен де қалай өсіп жатыр, новый стрелка шығарды ма, көбейіп жатыр ма, міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырамын. Және де басқа гүлдерді менің басқа видеоларымнан көре аласыздар. Және алдағы уақытта да осы гүлдерімнің нәтижелерімен міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырамын. Менің каналыма жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Мінекей осы ыдысынан ана ыдысқа отырғызғаным қалай болып өсіп жатыр, міндетті түрде сіздермен бөлісемін.